Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, ертең емес арғы күні, 24 ноябрь күні новолуние болатындықтан мен сіздерге жаңа айту туатын болғасын, мен сіздерге тағы сол новолунияға байланысты техника салайын деп шештім. Бұл техниканың алдында үйді аластау, үйге сәттілік, береке шақыру деген техникасын салған болатынмын. Егер көрмеген болсаңдар, видеомды қарап өтіп көруіңізге болады. Бұны негізі желательно новолунияға 2 күн қалғанда жасау керек еді. Мысалы бүгін енді өзімде салып жетіскен жоқпын видеоны. Сондықтан 1 күн қалғанда жасауға да болады. Ол үшін бізге бұл техника үйдегі берекетсіздікті кетіреді, алауыздықты кетіреді, үйдегі жамандықтардың барлығын, неприятности дейміз ғой, жамандықтардың барлығын аластайды. Сондықтан осыны жасаған дұрыс деп ойлаймын, достар. Өзімде талай жасап көрдім. Ол үшін бізге любой осындай жұмыртқа керек. Қол тауықтық болса да болады, немесе сатып алған жұмыртқа болса да болады. Ертең 23 күні жасасаңыз болады. Бұны кешке қарай жасайсыз, жатар алдында 1 сағат бұрын. Үйдегі адамдарға ескертіп қойсаңыз болады, мен үйді аластап жатырмын деп. Сондықтан барлығы білгені жақсы. Бұл жұмыртқаны жарып кетпеу үшін. Мынау кіреберіс есік болса, мынау ішкі жақтағы табалдырық. Соның табалдырықтың ортасына қоясыз ба, жоқ, былай қоясыз ба, жоқ, былай қоясыз ба. Өздеріңіз білесіз. Оны осылай бір шетке қойып қоямыз. Мынау табалдырық болса, мынау кіреберіс есік. Осылай қойып қоямыз, үйдегі адамдарға ескертеміз. Таңертең дәретіңізге барып келгеннен кейін бұл жұмыртқаны алып сыртқа шығасыз. Өзіңіздің территорияңыз ба, басқа территория ма білмеймін, әйтеуір любой сыртқа шығасыз да, бұны қара жерге ұстап қатты мынаны лақтырып жарып жіберуіңіз керек. Жұмыртқа жарылған кезде дұғаны 1 рет оқисыз. Дұғада аттары деген жерге үйдегі адамдардың аттарын айтасыз. Үйдегі адамдардың. Сосын достар, кешіресіз, ұмытып қалдым. Жұмыртқаны осылай қатты жерге тастап лақтырып жарасыз. Жарғаннан кейін дұғаны 1 рет оқисыз. Дұғада аттар деген жерге үйдегі адамдардың аттарын айтасыз, үлкенінен кішісіне дейін. Одан кейін өз сөзіңізбен осы барлық үйдегі жамандықтар кетсін деп айтуыңыз керек. Болды, достар. Одан кейін ешнәрсе жасамайсыз. Өзіңіздің жұмысыңызбен айналыса беруіңізге болады. Сәттілік, достар, жасап көріңдер. Дұғаны мен комментарияға бекітіп қоямын. Комментариядан қарап, немесе соткіден қарап алсаңдар болады. Сәттілік, достар, жасап көріңіздер. Каналыма жаңадан келген көрермендер болса, лайк басып, жазылып кетіңіздер каналыма. Сәттілік, достар.